мектептегі білім беру түбегейлі өзгерістігі Біздің мектеп 3 қабаттан тұрады. Біздің мектепте керекті құрал-жабдықтармен жабдықталған. Мектебіміз 3 қабаттан тұрады. Біз бұл мектепті жасау үшін түрлі түсті қағаз және де қатты ағаш және де жасыл түсті мата маркерлер пайдаландық. Мектебіміздегі кітапханалар компьютерлер мен интернетпен жабдықталған болса, біз кез келген уақытта барып өзімізге керекті мәліметтерді ала едік. Біз бұл мектептің Қазақстандағы ең үздік мектептердің қатарына болғанын қалаймыз. Мектебіміздің сыртында спорт алаңы болғанын қалаймыз. Спорт денсаулыққа бірге демекші, денсаулығыңыз мықты болса, сізге кім білім ала аламыз. Сонымен қатар спорт алаңында бассейн және футбол ойнайтын алаң болса, біздің денсаулығымыз одан да мықты болар еді. Жаз мезгілінде күн ыстық болғанда демалып отыратын орындықтар болса, онда тіпті керемет болар еді. Осылай десек, біздің бұл жобаның бізге әкелер пайдасы зор. Біз бұл жобаны жасаудан көп еңбек еттік. Еңбекқорлықта, татулықта ойымызды жинақтауға үйрендік. Алдағы уақытта осындай мектеп болуына күмәнім жоқ.